Қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін бешбармақ пісіреміз. Қазымызды осылайша тесіп шығамыз. Пісу барысында жарылып кетпейді. Мендегі жылқы еті, сіздер кез келген етті қолдансаңыздар болады. Көпіктерін жақсылап аламыз. Сәбізімізді, пиязымызды, тұзымызды салып, баяу отта қайнатамыз. Енді қамырын дайындаймыз. Тұз, жұмыртқа, су. Жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Тындыруға қоямыз. Қамырымызды қалыңда емес, жұқада емес қылып жаямыз. Айналдырып, осылай жайып шығамыз. Егерде сіздерде қамырларыңыздың шеттері қалың болып жатса, дәл осылай жасап жіберсеңіздер болады. Тұздығымызға сорпамыздың бетіндегі майларын аламыз.
Сорпамыз жақсылап қайнаған кезде нанымызды саламыз. Жайменен осылай араластырып жібереміз. Крышкасын жауып, жақсылап бір қайнатып аламыз. Нанымыз 6-7 минутта дайын болады. Қамыр осылай бетіне шығып тұру керек. Сол кезде уже біздің қамырымыз дайын болды. Сорпасынан жақсылап сүзіп аламыз. Тұздығымызды қамырымыздың арасына жақсылап жағып шығамыз. Сонда нанымыз жабысып қалмайтын болады. Қалған тұздығымызды етіміздің үстіне құйып, біздің осындай бешбармағымыз дайын болды.